Ассалаумағалейкум құрметті достар, QJL Live бүгін тікелей эфирде, ендеше QJ Лига туралы біз бүгін сөйлесеміз, және Ернұр Дүйсенғазы, бұл лиганың комментаторы, бұл лиганың дауысы бізде қонақта. Ернұр, қош келдің. Рахмет, қымбат көрермен. Бүгін керемет бір шығарым болады деген сенімдеміз, өйткені алдыда біздің керемет All Star матч күтіп тұр, және сол All Star матчтың жалпы ұйымдастырушысы Бекежан. Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Бүгін All Star жайында және жалпы QJ Лига ойындары турасында сөз қозғайтын боламыз. Бізбен бірге Астана командасының баспасөз хатшысы Ерден Жалғасов. Ерден әрине бүгін көңіл күйі жоқ, өйткені Астана тағы да ұтылды. Ол туралы да бүгін айтатын боламыз. Құрметті эксперттер, құрметті қонақтар, All Star. Цервена Звезда, QJ Лига, Алматыда керемет футбол мейрамы болады, концерт болады, райм болады, жалпы қызық көп болады. Бекежан, дайындық қалай? Дайындық керемет, дайындықты осыдан бір ай бұрын бастап кеттік десек болады. Жалпы бұл жердегі концерт барлығынан бөлек ең басты ақпарат ол футбол ойыны. QJ Лига жұлдыздары, QJ Лиганың үздік ойыншылары қазір сарапталынып алынды. Цервена Звезда ол европалық енді грант академиялардың бірі десек болады. Оңай ойын болмайды, десе де біз жеңіс күтеміз. Қандай форматта болады? 90 минут, төрешілер кім? 90 минуттық ойын, 45 минут тайм, 15 минут үзіліс. Барлығы профессионалдық тұрғыда. Егер тең есеп болса? Тең есеп бойынша, тең ойын. Болды, аяқталады. Ешқандай қосымша уақыт, пенальти сериясы. Ол туралы шын айтсақ, дым ой болған жоқ. Жолдастық кездесу, сол үшін тең ойын болса, тең тарқасады. Серб жігіттері қашан келеді? Серб жігіттері Алла қаласа осы айдың 17-сі күні келеді. 3 күн қалғанда, 3 күн қалғанда. Неге ойын Хан Тәңір стадионында болады, неге ойын орталық стадионда болмайды? Өйткені QJ Лигаға көптеген адамдар келіп қарап кетіп, бұл қандай балалар екен деп, мысалы енді Қайраттың стадионы 30 мың адам сүйады ғой, сол бір 30 мың адам кетсе QJ Лига ойына, мен таңғалмаймын. Сол көптеген желі қолданушылары, әлеуметтік желі қолданушылары неге Хан Тәңір стадионында болады деп сұрап жатыр. Жалпы Хан Тәңір стадионы қазіргі таңда енді биылдан бастап өздеріміз білетіндей Астана командасының өз алаңында ойнайтын сол стадионы. Және ол жердегі LED барлығы жасақталған, жалпы стадион өте керемет. Және 3,5 мыңдық жанкүйері бар, сол үшін жалпы осындай ойынға қолжетімді стадион деп ойлаймын. Былтырдан бері негізі орталық стадионмен ойлар болды, бірақ десе де бұл жасөспірімдер футболы, Алматы мегаполис, Алматыда футболдан бөлек те басқа сергіту шаралары жеткілікті, сол үшін бұл ойынға 30 мың жанкүйер жинау енді қиындау болатын шығар деп ойлаймыз. Келетін алматылықтар, Алматы қаласының қонақтары үшін қандай программа ұйымдастырылған жанкүйерлерге? Жаңа өзің осыған дейін айтып өткендей, райымның жеке концерті болады осы ойын аясында. Одан бөлек сергіту шаралары болады. Ол жерде бізде демеушілеріміз бар, серіктестеріміз бар. Осыған дейін айтып өткендей MasterCard, Red Bull өздерінің аймақтарын қоятын болады. Содан бөлек киберзона, FIFA ойнайтын аймақтар болады. Жалпы жанкүйерлер үшін, ойын қонақтары үшін сергіту шаралары жеткілікті. Тек қана жанкүйерлер үшін емес, жаңағы әрбір QJ Лигада ойнап жатқан клубтардың медиа офицерлерін де шақырып жатқандарыңызды естіп қалдым. Ерден, ол жаққа барып не істейсіздер? Негізі осы 2-3 күн бұрын бізге хат келді клубқа. QJ Лигадан сол барлық клубтардың медиа офицерлерін осы ойынға шақырды. Негізі Алматыға, бірақ біз 18 күні Алматыға аттанамыз. 19 күні бізде тренинг болады. Арнайы QJ Лигадан барлық медиа офицер, маркетологтарды жиналып бізге білім береді. Сосын 20 күні барлығымыз бірге осы ойынға барамыз. Өте керемет. Бұл ауқымда бұл матч тек қана жанкүйерлер емес, жас футболшылар ғана емес, сол QJ Лиганың әрбір командасының бас қасында жүрген қызметкерлері үшін де өте бір керемет шоу матч ойнап тұр ғой сіздерге. Осыған дейін де мысалға біз кибер жарыс өткіздік қой. Кибер жарыс мысалға ол ойыншылардың жиналып бір-бірімен танысып уақыт өткізу. Бұл жақта кибер жарыста ең бастысы жеңіс болған жоқ, ойыншылардың тимбилдингі, рас айтасың. Ал қазіргі таңда мысалға біз медиа офицерлерді, баспасөз қызметкерлерін, маркетинг мамандарын жинаймыз. Себебі не? Бұл үлкен ойын, бұл әдемі ойын және көптеген қосымша шаралар болады. Матчдей. Және бізде енді дәстүрлі түрде матчдейлер өтіп тұрады ғой.
бірақ енді әрбір қаланы қамту бір маусымда мүмкін емес. Сол үшін де біз медиа офицерлерді, баспасөз хатшыларын жинап, осындай ойын бар екенін көріп, оларды осы ойында тек қана көрермен емес, сондай-ақ өз жұмыстарын атқарады. Өз ойыншылары бар ғой, мысалы, әр командадан 1, 2, 3 ойыншыдан жиналды. Өз ойыншыларының пиар менеджерлары болады десек болады осы ойында. Енді сол ойынның басты жұлдыздары әрине футболшылар. Футболшылар. Жақында ғана QG Лига өзінің әлеуметтік желілерінде қақпашылар, қорғаушылар, жартылар қорғаушылар және шабуыл шебінде ойнайтын тіпті бапкерді де таныстырып үлгерді. Осы орайда Ернұр, сен осы тізімді қарап, мына жігіт не істеп жүр, немесе Глеб Олейникті неге алмады деген сұрақтар туындады ма? Енді шыны керек, құрамға қарайтын болсақ, енді менің ойымша 95%-ға жақсы таңдалған деп өз басым ойымдаушы еді. Өйткені мен қарап жатсам, енді қақпашылардан енді бірінші кезекте Эльдар Меңдіғалиевті алыпты. Енді сөзсіз Қайраттың қақпашысы ол бұл құрамда міндетті түрде ойнау керек. Өйткені турнирдегі ең гол аз өткізген қақпашылардың бірі деп санаймын. Одан кейін Шахтердің қақпашысы Ян Лавловты алайық. Ол да мықты қақпашылардың бірі. Қазір Шахтердің екінші кестеде, жалпы кестеде екінші орынға көтерілуінің бас себебі осы Янның да бір көмегі бар шығар. Янның Қайратпен ойнаған ойыннан кейін алмау мүмкін емес еді. Әрине. Және енді сұрақ осы жерде, енді Құсайынов Саятхан деген жігітті соңғы турда 9 сейв жасағанына қарап алдыңыздар ма, қалай? Жоқ, мысалға Саятхан Құсайынов десек, оған дейінгі ойындарда өте нашар ойнап жүрген. Бізде QG Лига былтыр өз бастауын алды. Саятхан Құсайынов былтыр ең жас қақпашылардың бірі болды. Және маусым қорытындысы бойынша ең үздік қақпашы атанған дәл осы Саятхан Құсайынов болды. Сол үшін де статистика бойынша. Статистика бойынша және жалпы Саятханның ойынын қарайтын болсақ, жалпы ұлттық құрама U17 жасында болды. Жалпы негізгі қақпашылардың бірі. Абоймада жүрген жігіт, тәжірибесі бар және болашақтан үміт күттіретін қақпашы. Және сондай-ақ қазіргі таңда өздеріміз білеміз ғой, Ақтөбе командасына Ситалы қақпашылар бапкері бар. Және осы Ситалы Саятхан Құсайыновпен жекеде жұмыс жасайды негізінде. Осы орайда Бекежан сұрақ, жалпы бұл футболшыларды кім таңдады? Арнайы бір комиссия құрылды ма? Әлеуметтік желіде жанкүйерлер таңдады деген бір хабарды көрген жоқпыз. Жалпы бұл жағынан айтып кетсек. Бұл жерде жанкүйерлер таңдауы болған жоқ. Бізде QG Лига, жасөспірімдер футбол лигасында спорт сараптама бөлімі бар. Бізге келді ғой. Олимпиада чемпионы бар. Содан бөлек Огай алды сол жаққа, дұрыс па? Осы жақында Огаймен келісім шартқа отырдық. Жалпы спорт сараптама бөлімі бізде үлкен бөлім, және олардың жұмысы да өте терең жұмыс. Хадл, Вайскаут бағдарламаларымен жұмыс істейді. Біз көрмейтін жабық жұмыс қой негізі. Сол үшін де олар барлық статистикасын көріп, осы ойыншыларды таңдады. Жалпы Ернұрмен де келісем, ойыншылар көп. Жақсы ойыншылар жетерлік және өте қуанышты. Мысалы 12 команда ғой бізде енді QG Лигада, 12 команда енді бір осындай бір All-Star ойынына бір 25 футболшы керек қой, екі құрам, мысалға. Біреу жарақат алып қалса деген секілді, біреу алып қалса матчтың алдында. Бір командадан екі футболшы міндетті түрде болу керек деген бір критерий бар ма? Былтыр осы All-Star ойыны, бізде бұл дәстүрлі All-Star ойыны десек болады ғой, былтыр біз Суперболға қарсы ойын өткіздік. Бір жыл өтті ғой деймін? Бір жыл өтті, дәл осы. Тура бір жыл өтті. Былтырғы ойында мысалға бізде әр командадан екі ойыншыдан таңдалды. Ал биыл бізде шамалы енді қарсылас деңгейіне сай спорт сараптама бөлімі шамалы өзгешеліктер орнатты десек болады. Және бұл жерде жаңа қақпашыларға бір тоқталайық. Меңдіғалиев дедік қой. Меңдіғалиев былтыр өзін жақсы қырынан көрсетті, бірақ биыл көбіне енді қазіргі таңда Қайрат қақпашысы бөлек қой. Астанадан келген кім? Шерхан Қалмырза. Астана ойыншысы кезінде болған. Сол үшін де Меңдіғалиев былтыр өзін көрсетті. Бұл қазіргі таңда Меңдіғалиев негізі үшінші қақпашы болуы мүмкін бұл All-Star ойында. Негізгі қақпашы, енді құпияны ашсақ болады, Саятхан Құсайынов. Саятхан осы 9 сейв жасады осы өткен Ордабасы қарсы ойында. Содан кейін барып Саятхан сіздер сен құрамға алынасың деп айттыңыздар ма, әлде одан бұрын ол білді ме әлде? Құрамға ілінген. Ешқай ойыншы білген жоқ құрамға ілінгенін. Осы біз Instagram парақшасына, сайтымызға салдық. Сол кезде ғана ойыншылар білді, біз міне All-Star командасына өттік деп. Себебі ойыншыларға да ертерек айтудың қажеті жоқ, ойын алдында дегенде. Болған жоқ па? Жоқ, мен бара алмаймын, бұл уақытта менде басқа жоспар дегендер мысалға. Қандай жоспар? Менің білуімше ондай жоспарлар болған жоқ. Жалпы керісінше осы ойынға келем деушілер саны көп болған шығар. Мен алмаңыздар деп жазғандар болды ма? Ондайлар да келеді. Хабарласып спорт сараптама бөліміне хабарласқан бізге телефоны ешкім білмейді.
Ернар, қорғаушылардан кімді атап өтесің? Әрине, Енді бұл жерде қорғаушылардан- менің сүйікті Қайраттың қорғаушысы, Қапталда қорғаушысы бар ғой. Базарбаев, иә? Қателеспесем, Базарбаев атты ойыншы. Енді капитан болғаннан кейін ол міндетті түрде шақыру керек, ол түсінікті. Шахтердан Богдан Чернобук былтырғы маусымның Керемет. үздік Иә, ойыншысы. келісемін. қазіргі капитан. Иә, капитан болып жүр. Мықты. Ташполатов, ол сөзсіз. Ташполатов енді жаңа Сатпаев секілді футболшылар көз Ташполатов жауып тұрып. былтырғы голы құрғағы жапырақ соққан ше Иә, Тараз сухой лист болды. толық стадионда, лық толы стадионда. Әдейі Керемет. істедіңдер ме соны? Сухой листі ма? Иә. Айттық аха, тип дедік қой біз осы. Осы жерде тип дедік қой. Сосын Каспийдің ойыншысы бар, Чынжырбек, Ерасыл Чынжырбек, Чынжырбек. иә, жақсы, жақсы. Былтырғы маусымда ойнаған, тәжірибесі бар. Жалпы Қапталдан мынау жігіттерді мықты жасақтаған екен, негізі Қаптал қорғаушыларын. Сосын Астана сапында Жұматай. Жұматай. Ерден. Ерден енді өзің айт. Исраиловты айттыңдар ғой. Исраилов бар, иә, Исраиловты ұмыттыңдар ғой, Исраилов. Алихан Исраилов, иә. Сөйле Ерден, сен футболшыларың. Зумрат Жұматай өте керемет ойыншы, негізі бізде қазір капитан рөлін атқарып жүр. Дисциплинасы мықты, негізгі ойыншы, негізгі Өзің құрамда звондап ойыншысы. айттың ба, әлде Негізі көріп мен- қойдың ба? Бұрын білгем, бір апта бұрын білгем, негізі шақырылған All-Starға. Бірақ ойыншыларға айтқан жоқпын, өздері сол QG лиганың парақшасынан көріп. Жалпы сол ойыншылар арасында сен басқасында жүрсің ғой, олардың эмоциясы қандай, өттің бе, өткен жоқ па деп сен келіп сұрады ма? Жалпы енді бұл енді QG лиганың үздіктер қатарына ену деген қазіргі Астана футболшыларын көрсеткішін ескере отырсақ, аванс ретінде ме екен деген секілді ойлар болған жоқ па? Негізі сұрап жүрді менен, кімді алады, сен білесің ғой, айтшы бізге деп. Иә. Бірақ құпия болды ғой енді, ойыншыларға айтуға болмайтын еді. Сол үшін айтқан жоқпын. Бірақ негізі Зымрат алғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Бір көмегін берер деп ойлаймын. Иә, басқа Астана футболшыларынан сен кімді өзінен шақырту беруші едің QG лиганың орында болса? Мына ойыншы неге қап әттен алмадыңыздар, бұл ойыншы сіздерге Цервена Звездаға қарсы керемет бір Қазір Ерден- сандар деп. Бәрін айтпа енді. Бір-екеуін айтшы. Ерден қазір U17 командасына айтып U18. бірден соларға кететін шығар Ерден. Енді бір қорғаушы бар, Нұрсұлтан Арыстанов деген, негізі құрамда ойнайтын. Туған бөлем десе. Сол мықты қорғаушы, негізі соны алмаған Таңғалдырды ма сені? Иә, таңғалдырды. Негізі All-Starға шақырылса жақсы болатын еді. Бірақ жарайды, енді келесі жылы мүмкін шақырылатын шығар. Сосын Алан Азамат бар, ұмытпайық. Жартылай қорғаныстағы ойыншы, Астана сапында. Жартылай қорғаныстағы ойыншылар кім, Ернар, айтшы? Жартылай қорғаныста міндетті түрде Қайраттың ойыншысы Шыңғыс Дүйсенбек, былтырғы маусымның үздік ойыншыларының бірі. Арсений Балахин Каспийдан және Адырбеков Тобылдан. Мен осы ойыншыға тоқталып келіп отыр негізінде. Адырбеков негізі жалпы жартылай қорғаныста ойнайтын ойыншы, бірақ оның жалпы позициясында Тобыл командасында Владимир Дубинин атты ойыншы бар. Соңғы ойындарын қарасақ, Әдемі ойнады, иә. Адырбеков қарағанда ол жақсы ойнап жүрді. Неге оны шақырмады екен деген. Бұл жерде Жоқта жалпы ойындар жиынтығы болу керек қой негізі. Мысалға Барлық ойындар қарап. аха, сен осыған дейін де мысалы Саятхан туралы да айттың, соңғы ойында 9 сейв жасады деп. Бір ойынмен ойыншыны таңдау Иә, иә. мүмкін емес. Бізде мысалы қанша 8 тур өтті ма, сол турлар қорытындысы бойынша былтырғы ойындар бар. Солардың барлық жиынтығы бойынша бір ойыншы таңдалады. Иә. Одан кейін енді Астана сапында жаңа айттық, Алан Азамат дедік жартылай қорғаныста, Магзумов бар Ақсу командасынан келіп отырған. Және Алан Адахаев. Алан Адахаев былтырғы неде ойнады ғой. Былтыр QG лиганың құрамында болған жоқ. Жалпы биыл ойнаған Екі қорғаушы болды былтыр жас құрамда. ойнаған футболшылардан Захаров. биыл кім бар? Жоқ, бірде бір ойыншы жоқ. Себебі былтыр олар осындай ойында өнер көрсетті. Биыл біз жаңа ойыншыларға мүмкіндік береміз. Және бұл жерде тағы ескере өткен жөн, мысалға ойыншылар саны көп. Мысалға осыны таңдауға болады, мынаны таңдауға болады, осыны қоссақ болады дейміз. Бірақ бұл жақта біз негізі балалардың көңіліне де назар бөлу керекпіз. Себебі мысалға ойыншыны шақырамыз. Жақсы 25 ойыншы келді дейік. Қосалқы құрамда отырады. Ішкі түйсігінде мысалы мен алаңға шықпадым деген ойы болып өз-өзіне бір реніші болып қалуы мүмкін. Сол үшін де осы орайда мысалы былтырда бізде 2 минут, 5 минут ойнаған ойыншылар бар. Солардың көңілін де біз көрдік. Сол үшін де осы құрам осындай кішігірім болды. Жалпы енді сен бағана айттың ғой, форматы жайлы 90 минут кәдімгідей қанша замен жасауға болады? Сол 5 замен ба бұрынғыдай кәдімгідей? Әлде мысалға бір басқа шоу матчтарда барлық ойыншылар шоу матчтарда негізі. Былтыр мысалға бізде ойыншылар ауысуы бойынша 5 деген болған жоқ. Бізде шектеу мүлдем болған жоқ. Қанша ойыншы осы ойында менің ойымша былтырғыдай болады. Шектеу болмайды. Басқа балаларды ойнап. Ал мысалға 30-ші минутта кетіп қалған футболшы сосын шыға ала ма? Обратная замена ма? Жоқ, ол жоқ мысалы. Иә, болған енді орын жоқ. Енді басты шоуды жасайтын футболшылар әрине ол
шабуылшылар. Бұл жерде кім бар екен Ернұр бізде? Шабуылшылар шебінде енді сөзсіз турнирдің бомбардирі Дастан Сатпаев, көш басындағы. Сол бала алдында 12 гол естіп соққан. қалды ғана жолдары. Жоқ. Жоқ, негізі осы басында Күйжелиганың тізіміне енбей қалуы мүмкін деп. себебі күнтізбеде жоқ ойын анда Одан кейін біз жарақат алуы ойладық, мүмкін бұл деген жерде ма? Қайраттың басшылығы жібермей ме екен, не болып қалды екен деген. Өйткені білеміз ғой, Қайрат кейбір ұлттық құрамаға да тіпті ойыншылар жібермей жатады. Енді биыл барлығы керемет, өздеріңіз көрген Сатпаев құрамда бар. Құрамда, иә. Бір уф дедік қой. Иә, уф дедік. Жасырудың қажеті жоқ. Мысалға, иә, Қайратты өз ойыншыларын ұқыпты ұстайды, жарақаттан сақтап қалғылары келеді. Мысалға, былтыр да біз осы қазір мысалы қорғаушы бар ғой, Исраилов. Былтыр мысалға біз Исраиловты шақырғымыз келген. Бірақ Қайрат командасы өкінішке орай ол Жіберген уақытта жоқ. бұл жерде бұл басқа командада болады деді қазір. Жастар командасында болды ол кезде. Тағы кім бар Сатпаевтан бөлек? Сатпаевтан бөлек Бағдәулет Нұралы. Тамаша. Мұрда басының шабуылшысы. Керемет. Лайықты, менің ойымша Бұл лайықты. жерде сұрақ жоқ. Биылғы маусымның жаңа есімдерінің бірі негізі Бағдәулет Нұралы өте жақсы ойыншы. Одан кейін Тараз. Таразда енді таланттар жетерлік, солардың бірі Нұрдәулет Орынбасар. Осы ойыншы жайлы айтсақ. Техникасы мықты ойыншы, рас. Алып қосарым жоқ, техникасы мықты, доп ұстауы, пас беруі, алаңды көруі, жалпы болашақтан үміт күттіретін Енді ойыншылардың жалпы бірі. әрбір команданың ойыншылары бар, бірақ біздің қарасаң бір жас қыранда бір аздап алып қойған секілдісіңдер ме? Қанша жас қыраны? Жоқ, негізі. Алан Адахаев жас қыранған тек қана. Тобылдан да бір ойыншы. Иә. Жас қыранның былтырғы екінші орын қазірде енді түсінікті ғой, ала-қала өнер көрсетіп жүр, бірақ енді негізі әрбір командада бір 5-6 мықты талантты футболшылар. Әрине. 5-6 демей қойып, бүкіл 11 футболшы талантты ғой негізі. Барлық ойыншы лайықты, Енді иә. бас 12 командадан қанша бір 20 шақты футболшы таңдау деген енді бұл өте қиын. Иә, әрине оңай емес. Сондықтан сендер сапқа жаба саласыңдар ғой, сап. Бұл жақта жабу емес, бұл жақта әрбір бөлімнің жеке өз жұмысы. Мысалға, олар медиа маркетинг саласына араласпайды. Біз мысалға мен баспасөз қызметкері ретінде барып, мысалға Олимпиада чемпионына барып, сіз неге осы ойыншыны таңдадыңыз? Менің ойымша, мына ойыншы бару керек деген, менің ойымша бұл енді маған лайықты нәрсе емес. Жоқ, анда бір енді осындай бір шоу матчтар, керемет матчтар енді барлық жерде болады ғой, иә. Теңіздің ар жағында, барлық жерде енді кейде басында мысалға сол САП секілді лиганың өзінің, иә, айттым ғой, лиганың өздерінің қызметкерлері таңдайды да, одан кейін барып 3-4 футболшыны, жанкүйерлер, 3-4 футболшыны сол лигадан жүрген жаңағы кімдер ана бапкерлер құрамын таңдайды деген сияқты. Келісем, толықтай сенімен келісем. Былтыр мысалға сен айтқан сөздің барлығы болды. Былтыр біз жеткілікті ойыншыларды өзіміз алдық. Жанкүйерлерге екі ойыншы таңдау мүмкіндігі болды. Я олар дауыс беріп, екі ойыншыны таңдау алды. Сол кезде қателеспесем, бізде кім шықты? Каспийдің ойыншысы. Қазіргі таңдағы Абдулла. Нұрсұлтан Абдулла. Сол жанкүйерлердің қалауымен былтыр All-Star командасына енді. Ерден, сен ойынша қай футболшы басқа командадан шақырту алуға лайық еді мысалға? Мысалға Глеб Алиник деген бар, Шахтерде өте соңғы матчтарда керемет ойнап жүр. Мен сол жігітті күттім, бірақ енді алдыңғы шептегі жаңағы конкуренцияны тізімді көріп, бұл жерде енді өте қиындау болды. Сен ойынша, сен жалпы енді астына мен бірнеше түрлі кімдеге қарсы, Атырауға қарсы, барлығына қарсы ойнап шықтың ғой енді кемінде. Қай футболшы саған өте ұнады? Техникасы, жалпы? Негізі ондай ойыншы жоқ маған, нақанша. Жоқ па сен? Жоқ, басқа клубтардың ойыншыларын аса қатты білмеймін. Астанадан артық ойыншылар жоқ. Негізі сол Астанадан Руслан Арсановты алса жақсы болады деді. Өздерінің болмайды дейді бұл жерде. Енді бұл керемет талантты футболшыларды баптайтын бапкер, Каспий футбол клубының бапкері. Неге? Асқар Келжанов. Неге Келжанов мырза? Спорт сараптама. Да сол жаққа бапкері таңдады. Мысалы, былтыр Ақтөбе командасының бапкері барды. Күйжелиганың негізгі бас бапкері болды, иә. Содан бөлек бұл жақта жалғыз тек қана Асқар Келжанов емес қой, көмекшілері де бар. Астана командасының бапкері, әрине, 3-4 көмекшісі болады, және менеджер, администраторы бар. Администратор Шахтер командасының администраторы қателеспесем. Жалпы бапкерлік құрам жинақталды, және бұны спорт сараптама бөлімі таңдады. Күйжелига құрамасы Алматыға қашан келеді? 17-сі біздің қарсыластар келеді, ал Күйжелига? Біз 15-нен бастап, Күйжелига командасы 15-нен бастап оқу-жаттығу жиынын бастайды, Бесағаш. 5 күн ішінде команда бір-біріне үйренісіп кете ала ма деген сұрақ. Өйткені енді Цервена Звезда өзімен, өз жас аралығында, мысалға, 10 жастан бастап ойнап келеді ғой, мысалға, иә? Әрине.
5-6 жыл тәжірибелер бар, бір-бірімен ойнап жатқан, бір-бірін біледі, қайда жүгіреді, қайда пас беру керек. Ал Күйджи лига 5 күн ішінде осындай Цервена Звезда секілді жаңағы шығыс Европа грандына төтеп бере ала ма деген қауіп сұрақ бар бізде. Былтыр енді бізде де оқу жаттығу жиыны болды. Былтырғы оқу жаттығу Былтыр енді Цервена Звезда иә, 7 күнге созылды, биыл 5 күн. Жалпы бапкерлер дұрыс жұмыс жасап, команда деңгейлі ойын көрсетеді деген сенімдеміз. Ірі есеп болады деп қорықпайсыңдар ма? Жалпы әрқалай есеп болуы мүмкін, жеңіс те болуы мүмкін, жеңіліс те болуы мүмкін, тең ойын аяқталуы мүмкін. Жалпы лига бір-бірімен енді сен шешесің ғой? Иә, жоқ, жалпы Цервена Звезда қандай осы ойынға? Команданың ойын өткізу, ойыншылардың көңілінен шығу, жалпы жанкүйерлердің көңілінен шығу және осындай ойынның тәжірибесін сезіндіру. Жалпы есеп маңызды емес дейсің ғой? Есеп маңызды емес, иә. Ернұр, сен қандай есеп күтесің? Нәтиже күтесің бұл ойыннан? Енді бәрібір түсініп тұр ғой, енді жаңағы тәжірибе алмасу бар, өте керемет event, бірақ енді футбол немен әдемі голдармен, нәтижемен. Сен ойынша бұл ойын қандай есеппен аяқталады? Енді Цервена Звезда командасын білмесең де, енді Күйджи лиганың әл-ауқатын білеміз ғой, балалардың. Күнде көріп жүр, біздің көз алдымызда өсіп ойнап жүр. Енді тең есеп демесе Күйджи лиганың жеңісі десең. Енді шыны керек, өте жақсы ойын болады, менің ойымша. Екі команда да енді 5-7 күн аралығына дайындалып жақсы бір нәтижелі ойын көрсетсе екен деймін негізі. Бірақ енді қандай есеп болады, мен де әзірге болжау қиын маған. Иә. Ендеше құрметті көрермендер, бұл ойынды міндетті түрде тамашалаңыздар, бақылаңыздар. Бұйырса, бізде де, біздің телеарнада да бұл ойынға арналған керемет бір сюжет шығады және біз оны сіздерге табыстаймыз. Ендеше, сол сюжеттің авторы өзім болатын шығар. Құрметті эксперттер, құрметті қонақтар, 9-шы тур өтті. 9-шы тур өте қызықты нәтижелермен тіркелді, ерден. Біз 6 шілде күні өткен ойындарға тоқталған болатынбыз алдыңғы студияда. Міне қазір нәтижелерін алдарыңызда бір еске салып жіберейік. Ақтөбе өз алаңда Ордабасын 1-0 есебімен ұтты. 6 шілде күні Астана күнінде Жас Қыран өз алаңында Шахтерға 2-0 есебімен ұтылса, Ақсу өз алаңында Қайратқа 10-6 есебімен ұтылды. 6-0 деген енді Ақсу үшін тамаша нәтиже. 7 шілде күні тағы да 3 ойын өтті. Оның біреуі біздің Инспорт телеарнасының тікелей эфирінде Ернұр өзін жүргізген Тобыл Тараз өте керемет ойын болды. Жігерлі жеңіс, Тараз 2-1 есебімен жеңіске жетсе, Атырау Астана 4-0 есебімен өтті және Қайсар Каспиймен тең түсті. Енді Ғанима Мұратбаев стадионында Қызылордада Каспийге 1 ұпай алу деген ол нағыз ерлік деп те біле алам. Ендеше осы 3 ойын, жексенбі күні 3 ойынды қазір кішігірім талқылап өтсек, Тобыл Тараз Инспорт телеарнасының тікелей эфирінде Ернұр өзін жүргіздің. 2 стандарт, Тараз жеңіске жетті. Бұл ойында біз негізі студияда бір тең есеп болатын шығар деген бір болжам берген болатынбыз. Сол тең есепке де барлығы бара жатты ғой. Жақын болдыңдар. Негізі енді ойынның басын қарасаңыздар, негізі ойынның басы Тобылдың басымдығын басталған болатын негізінде. Бірақ енді Тараз шыны керек өз моменттарын соқпай жатты да. Екінші таймда тек қана пенальти пайдаланды. Есеп теңестіргеннен кейін енді шынымен бәріміз ойладық, осылай ойын аяқталатын шығар деп. Жоқ, бірақ бұрыштамадан кейін жігіттер гол соғып, жеңіс жұлып алып кетті. Негізі Тараздың жалпы сол ойында берген сұхбатын жалпы өзіміз көрдік қой студиялық бағдарламада. Жамбылский характер көрсетеміз деді. Соны көрсетті. Жігіттер айтқанын істеді кәдімгідей. Өте жақсы жеңіс болды. Және Тараз ол жеңістен кейін енді бір шабыттанып келесі ойындарына бір жақсы бір себеп болатын секілді осы Тобылға қарсы ойын. Және Тобылдағы бір керемет ойыншылардың бірі, жалпы енді ойыншыларды атап өтейік, ішіндегі сол ойында үздік болған Владимир Дубинин атты ойыншы бар, 8-ші нөмірдегі. Голдық пас шығарды, бірінші голға себепкер болған ойыншы. Одан кейін Коняшкин гол соқты. Коняшкинге сол пас берген сол футболшыны біз студиялық бағдарламада айттық қой, ол туралы. Керемет, шабуылшы. Міне, тағы да бір гол соғып бітті командасына, бірақ өкінішке орай және сол айтып тұр ғой, 2 стандарт және Тараз нағыз жамбылский характерді көрсетіп жеңіске жетті. Жоқ, бұл жерде сондай-ақ Тобылды да негізі айта өтейік, Тобылға бір респект дейік, өйткені Тобыл Күйджи лигаға биыл кірген команда. Дебютант. Дебютант, аха. И бастапқыда барлық ойлаған Тобыл командасы шамамен сол 12-11, 10-шы орында болады ғой деп. Соңғы орындардың бірінде командаларға ұпай бере береді деп. Бірақ Тобыл командасы өте әдемі, өрнекті ойын көрсетуде. Жалпы сол үшін жігіттер жарайсыңдар.
Иә, және мынау тобылдағы бұл өз алаңдағы алғашқы жеңілісі болды. Иә. биыл Оған дейін үш ойын иә, өткізді, үшеуінде иә. жеңілген жоқ. екеуінде тең өткізді, екеуін тең ойнады, біреуін жеңді және алғашқы жеңілісі өкінішке орай, иә. Тараз сырт алаңда екінші ойын қатарынан жеңіп отыр. Иә. Негізі сырт алаңда Тараз Атырауды қатты ойын ойнамайды. алдында және міне осы Лиганың аналитигі. жоқ, ол біздің студияда болды ғой. Біздің студияда барлығын алады да, олар келеді де сіздердің эфирлерінде беріп айтып тастайды. Бізде керемет мектеп. Ендеше біз құттықтаймыз Тараз футболшыларын. Жамбылдық жігіттер нағыз енді мінез құлықты көрсетіп жігерлі жеңіске жетті. Маңызды 3 ұпай алды, ал Тобыл өкінішке орай алғашқы жеңілісі өз алаңында. Атырау Астана, Ерден, сіз сөйлеңіз, бұл жерде не болды? Атырауда біз студиялық бағдарламаның алдында жалпы Астана қазір соңғы кездерде ала-құла ойнап жүр. Бұл ойында өте керемет мүмкіндік, Атырауды ұту, қайтадан сол жеңісті жолға қайтып келу, алайда баяғы жартас сол жартас. Негізі ойын есебі лайықты емес деп ойлаймын. 4-0 деген. Бірақ өте қиын ойын болды. 40 градуста ойнадық. Ыстық болды ғой. Біздің жігіттер үйренбеген, Атыраудың жігіттері үйренген. Сөздің аузында тура осы сөзді қателеспесем осыдан 2 апта бұрын Басқа ойында айтты ма? Әлімжан Қалдияров айтты ғой деймін, иә. Тобыл командасы Атырауға ұтылған кезде Дәл осы 40 градустық ыстық, иә. Шынымен де Атырауда ойнаған өте қиын. Мен сол қосалқы құраммен бірге отырғанбыз скамейкада. Отырғанмен шаршап кеттім. 40 градус өте ыстық. Бір алаңда жүгіретін балдарды аяп кеттім ше. Алаңның сапасы керемет негізі. Біз ойын алды жаттығуды сол Атырауда өткіздік. Балдардан сұрадым. Алаң керемет деді. Жалпы ойын алдындағы жоспар қандай болды? Бапкер не деді? Негізі мен бапкерлердің жұмыстарына араласпаймын. Жоқ, жалпы не деп айтты футболшыларға? Қалай? Енді Барлық жаңағы соңғы нәтижелерді ұмытыңдар, ойнаңдар, еркін ойнаңдар. Бірақ әрбірде бізге де студиялық бағдарлама жігіттер келді ғой. Олар қазіргі таңдағы нәтижелермен, қазіргі таңдағы команданың жаңағы списокта ғой, енді турнирдің таблицасында тұрған орындармен келіспейді. Негізі сен дұрыс айттың, егер есепке былай қарасақ 4-0, ой, бұл жерде Атырау оңай жеңіске жетті ғой. Бірақ ойынды қарасаң, негізі тең ойын болды. Тең ойын болған сияқты. Негізі біз өткен ойындарды ұмытамыз ойыннан кейін. Келесі ойынға дайындала береміз. Атырауда ойын біткен соң ойын есебін ұмытып, енді Шахтерға қарсы ойынға дайындалып жүр жігіттер. Қиын ойын болды енді. Бапкерлер сөз айтты ойын алдында. Әр ойын сайын біз әрине тек жеңіске ойнаймыз. Бірақ өкінішке орай жол болмай жатыр. Иә, бұл жерде жаңа бапкерлер қалай айтты, бапкерлер қалай жігерлендірді деген сұрақ қойдың ғой. Осы жерде бір Кюжелиганың тағы бір жаңалығын айта кеткен жөн болар деп ойлаймын. Жаңа ғана енді мен осымен бір 5-6 рет айтқан шығармын, спорт сараптама бөлімі деп. Кюжелигада медиа маркетинг бөлімі бар, спорт сараптама бөлімі бар, және осы жақын арада психологтар бөлімі ашылды. Мысалы, психологтар командамен қазір жұмыс жасайтын болады, және алғашқы жұмыс жасаған командалардың бірі дәл осы Астана командасы. Себебі біз енді Астана қаласында базиктеміз ғой. Жұмыстарыңызды деп психологтар жақында барып, психологтар қазір ойыншылармен жұмыс жасайды, командамен жұмыс жасайды, жалпы бапкерлермен жұмыс жасайды. Сол үшін Кюжелигада қазір психологтар бар. Меніңше сол ойындағы 2-ші минутта гол соғылды, тез, Байтұрсын деген футболшы соқты, және сол да бір әсер еткен сияқты. Жылдам гол, жылдам гол әсер еткен секілді. Одан кейін енді 2-ші минутта гол жіберсең, ойын алдындағы жоспарын өзгерту керек қой. Сол бізде турнир кестесі барлығы бар, жеңіс, 3 ұпай, жеңіліс. Бірақ бұл жерде біз ұмытпауымыз керек. Бұл біріншіден жасөспірімдер футбол лигасы. Біз тығыз таблица, тығыз турнир кестесін қалаймыз, бірақ бұл жерде жеңілген командаға сен жеңілдің деп айтудың қажеті жоқ. Себебі бұл жерде басты жеңіс емес, осы балалардың ойын тәжірибесін алып, болашақта енді үлкен футболшыға айналуы, соған дайындалуы. Сол үшін Астана жігіттері, давайте. Мен сенде түсірмендір дейсің ғой. Қайсар Каспий ойыны есеп 1-1, жалғыз осы 9-шы турдағы тең есеп тіркелген ойын. Каспий жеңіске жақын болды деп айтпай қойын. Қайсар бірінші гол соқты ғой, бірақ Каспий есепті теңестірді. Қызылорда қаласында мен болдым сол ойында. Сіз айттыңыз ғой. Мен сол ойында барып медиа маркетинг саласындағы жұмысын бақылап көріп қайттық. Ұнап жатыр ма Кюжелигаға? Жұмыстары деңгейлі болады. Жоқ, нашар демеймін. Жұмыстары жүруде. Енді шамалы нелер бар, бірақ оның барлығын қазір дұрыстауда. Әрине. Ал ойын алаңында не болды? Ойын алаңында осы U18 жас санатындағы ойынға келетін болсақ, Қайсар командасы жалпы деңгейлі ойнады.
жеңіске жақын болды деп мысалы Қайсарды айта аламын. жалғыз осы лигада жеңіске жетпеген команда ғой Иә, Қайсар. мысалы Қайсарды дәл осы ойында негізі 3 ұпайға лайықты болды деп мен айта аламын, себебі алғашқы голын соқты. 6-шы номерлі ойыншыда 2 мүмкіндік болды. Иә. Баспен бір соққысын жасады, аяқпен бір соққысын жасады. 100%-ық мүмкіндікте, бірақ өкінішке орай. Сен соқпасаң, Сен соқпасаң, саған соғады қағидасы, иә. Қуанып осы ойындағы өз командасын жалпы жаңа ойындағы соңғы голдарды соқты. Есеп 1-1 Иә. осылайша. Бұл ойында Шарабаддиннің голына қуандым мен. Иә. Команда капитаны осы 19-ші минутта есеп ашты. кибер жарыста болды, кибер жарыста жартылай финалда осы Абраев қатылып қалды Астана ойыншысына, иә, бірақ осы ойында гол соқты және бұл жерде айтқым келгені біз осы әлеуметтік желілерге салдық, Instagram парақшамызға. Гол салғандағы қуаныш қандай болды? Камераға барып, джойстикпен ойын әдемі. Біздің ойыншылар қазір медиа саласында Барлығын Және сол Шарабадин Кюджелиганың құрамында бар. бар. Шабуыл шебіндегі ойыншы. ертең гол соқса дәл солай қуанса. Дәл солай қуанады. Керемет. Сенеміз. Ендеше құрметті көрермендер, 9-шы турдан кейін бізде турнирлік кестеде өзгерістер де орын алды. Жасқыран, Астана секілді командалар ыстыға түсіп жатыр. Қайрат, Шахтер деген командалар барлығынан озық бойып алға кетіп қалды. Міне турнирлік кесте назарларыңызда. Қайрат 25 ұпай, Шахтер енді қуып келеді, барынша арасы 5 ұпай, сонша бір көп емес. Шахтер 2-ші орында, 3-ші орынға Ордабасы, 4-ші орында Тараз жеңіске жетті. Каспий өте тамаша 5-ші орында, Жасқыран 7-ші орыннан таңғалдырады мен. Әлі де мен бұл команда негізі әл ауқаты, сол Шахтер Жасқыран негізі үштікте болатын команда деп ойлайсыз ғой? Үштікте болатын команда деп әлі де сенем. Астана 9-ші орын, тіпті келесі турда ұтылып Ақсу мен мысалға Ақтөбе жеңіп кетсе, тіпті 11-ші орынға да түсіп қалуы мүмкін. Ал енді Қайсардың шамасы бізге белгілі 3 ойында теңесіп тіркеп, не 3 ұпаймен. Турнирлік кесте ерден. Былтыр қателеспесем Ақсу командасы да осылай бастаған болатын. Иә, бірақ осы Атырау болды соңғы орындарда. 7-8-ші турдан кейін жеңісті жолға түсіп, жалпы көтерілді. Ерден, не айтасың? Командада не айтып жүр бұл турнирлік кестені? Әлі көрсетпейсіңдер ме? Жоқ, балдар көріп жүреді, сол кестені уайымдап жүр. Бірақ десеміз енді поддержка береміз, енді балдарға әлі көп ойындар бар, алдында бір Жағдай түзетеміз деп уақыт бар. Түзетеміз деп ойлаймыз енді. Енұр, әрбір команда сен ойынша өз орнында тұр ма? Әлде бір команда қазір топ беріп алға кетіп қалуы мүмкін, келесілер мысалға төмен түсіп кетуі мүмкін? Енді былтырғы маусыммен салыстырған кезде Ақтөбе командасы енді былтыр оқ бойы озық болды ғой. Қазір енді олар турнирдің соңында жатқаннан кейін Ақтөбе негізі төменгі орындардан көрген бір көзге бір басқалай бір көрінеді да, негізі олардың орны бір алдағы 3-те болу керек. Сол себепті, қазір енді маусымның бел ортасына енді 2 тур қалды ғой. 2 турдан кейін Ақтөбе командасы осы бірінші тағы 2 ойында тағы 2 жеңіс алсын дейікші. 2 жеңіс алса, онда олар үздік 5-ке қарай жақындай алады екен да. Енді менің ойымша Ақтөбе маусымның соңына дейін әлі мынау турнирлік кестедегі жағдайды біршама өзгертеді. Енді Жасқыранды айтып жатырмыз бағанадан бері. Жасқыран командасы биыл былтыр қарағанда өте әлсіз құрама, шынын айту керек. Ойындар қатты жүрмей жатыр. Ұпай алатын ойындарда ұпай беріп қойып жатыр қайта-қайта. Енді менің ойымша бұл команда дәл осылай 2-3 ойындарда от алып кете алмаса, онда бұл команда енді алдыңғы шептен көре алмаймыз. Негізі Бекежан, енді QFL-да бізде фаворит командалар бар ғой, Тобыл, Астана, жаңағы Ақтөбем бар. Солар енді алдыңғы шепте болса, мысалға, ал Кюджи лигада бұл командалар керісінше соңғы орындарда. Бұған не дейсің сен? Академия? Қазіргі жағдай солай енді, не деймін, былтыр жаңағын Ақтөбені айттым, былтыр Ақтөбенің жағдайы Ернұр айтқандай керемет болды. Үштікте маусымда аяқтады және әлі ештеңе шешілген жоқ. Сен ойынша әрбір команда өз орнында ма? Ойын деңгейі бойынша қазіргі таңда осылай болып тұр. Ал енді үздік сұрмергендер тізімінде бізде кім бар екен, қандай өзгерістер бар? Бұл жерде барлығы бұрынғыдай Дастан Сатпаев бірінші орында 12 гол. Үздік сұрмерген. Оған жақындаған Исмаил Бекболат бар, Нұралы Бағдәулет бар. 8-8-ден 7 гол соққан бізде Рамазан Бағдат. Тағы да бір Қайраттың ойыншысы және орынбасар Нұрдәулет 6 голмен осы үздік бестікті түйіндеп отыр. Астана футболшылары ерден қашан бұл жаққа тізімге енеді? Енді уақыт бар әлі. Астана ойыншылары Ю-17 жас санатында Мақсат Абраев жүр ғой? Мақсат Абраев қазір 2-ші орында. Ал Ю-18-ді алатын болсақ, бір үштікке кіретін шығар. Мүмкіндік бар, маусым бойы. Арсен Ахметов деген шабуылшы бар бізде командадағы ең үздік сұрмерген. Сол енді бір үштікке немесе бестікке кіреді деп ойлаймын. Осы жерде сұрмергендердің арасында негізі мен Рамазан Бағдатты жекелей айтқым келіп тұр. Мысалы, маусым басы бұл ойыншы үшін былай
качельный дейді ғой, солай басталды. Ала-құла басталды. Бірақ соңғы ойындарда дубль жасап, хитрик жасап, әдемі голдарын соғып, міне үздіктер қатарына кірді. Рамазан Бағдат үшін қуаныштымын. Ары кетсе бір 5 гол ғой енді. Иә, былтырғы маусымның үздік сұрмергені ғой, үздік шабуылшысы болды. Керемет, ендеше құрметті эксперттер, қонақтар, бізде осы уикендте 13 шілдеде, 14 шілдеде 10-шы турдың ойындары болады, және сол күнтізбеге бір қарап кетіп. Елдар, ренжімесең, осы жерде Ернұрға бір сұрағым бар. Біз U18 элиталық дивизионды айттық, U17-ның Мақсат Абраев, Астанасының командасын айттық ертемен. Бұл жерде енді Ернұр, сен семейдікісің. Елімайдың жағдайы не болып жатыр U17Б санатында? Енді өткен турда енді мен жалпы ойынын көрдім. Қызылжарға қарсы ойын өткізді, 1-0 жеңіліп қалды. Енді шыны керек, қазір енді Премьер-лигадағы енді өзінің негізгі клубын алайықшы, Елімай өте жақсы ойнап жатыр қазір. Ал енді одан кейін Елімай жасталайық. Олар ортаңғы деңгейде бірінші лигада. Одан кейін санаты енді төмен кетіп бара жатыр. Олар да баспалдақ сияқты болып тұрды, енді жастары солай. Енді менің ойымша дебютант деп енді қарай берудің бір қажет жоқ секілді. Олар енді дебютанттар лигасында ойнап жатыр ғой, сол U17. Неге мен бұл сұрақты қазір қозғадым? Себебі біз қазір U18 барлығы туралы айттық, осы U17Б санаты бір айтылмағандай болып қалады да, әрбір подкаст. Бұл жерде 8 мықты жаңа командалар бар. Мысалға мен сен Ернұрға Семей туралы қойып отырсың, мен де өскемендікімін ғой. Алтай командасы бар. Біздер 5-ші орындамыз, 8-ші. Оларды да қарап отырамыз. Бірақ енді бұл жерде де анық фаворит оңтүстік командасы бар. 6 ойында 6 жеңіс, және келесі маусымда бір команда ғой көтерілетіні. Иә, жоқ, бұл жақта U17Б санатынан А санатына өту мүмкіндігі қазіргі таңда қарастырылмайды. Алдағы таңда болуы мүмкін, бірақ қазір алғашқы маусымдарда бұндай. Біздің Алтай командасы мықты да. 6 ойында 2 жеңіс, 2 жеңіліс, 2 тең есеп, барлығы андай бір көштің басы емес, көштің арты емес. Инспорт телеарнасында бір кішігірім инсайт болсын, Өскемен қаласында жақын арада үлкен матчдай болып қалуы мүмкін. Сол ойында мүмкін осы Алтай командасы жеңіске жетіп, осы жеңіс жолына түсетін шығар деген сенімдеміз. Алла қаласа, ондай. Бұл жерде енді оңтүстік командасында U17Б санатында айта кеткен жөн, былтыр олар элиталық дивизионда ойнады, биыл өкінішке қарай Б санатына түсті. Белгілі себептерге байланысты, ол туралы біз осыған дейін де айтқан болатынбыз. Және оңтүстік командасы U17Б санатында керемет ойын көрсетіп, 18+18 бірінші орында келеді. Кемінде 3-4 голдан соғатын. Осыған жетісу командасымен оларда бірінші, екінші орын таластары өтті. Жетісу командасы да деңгейлі жақсы ойын көрсетуде. Алихан Али деген футболшыны атап кетейік, сол 6 ойында 7 гол соққан, екеуін пенальтиден. Керемет. Шабуылшы. Ол U17 Б лигасында да өте керемет қызықтар көп. Сол қызықтарды біздер осы QG Live студиялық бағдарламасы арқылы білетін боламыз. Ендеше былтырғы маусым мен биылғы маусым QG лиганың экспертісің ғой. Әрине, біз өсеміз. Голын білесің, ойыншының атын білесің. Бекежан, 10-шы тур Қайрат және Қайсар ойынымен басталады. Алматыда бұл ойынды спорт телеарнасының тікелей эфирінде көре аласыздар. Одан кейін Тараз бен Жасқыран, Атырау мен Ақсу өте керемет 3 ойын. Жексенбіде Каспий Ақтөбе, Ордабасы Тобыл және Астана Шахтер ең соңында 19:00-де ойнайды. Жалпы Бекежан, бұл 6 ойынның қайсы сенің ойынша ең қызықты сценарий? Менің ойымша ең қызықты ойын бұл жерде Қайрат пен Қайсар арасындағы ойын болады, және Қайсар осы ойында жеңіске жетеді деген сенімдемін. Десем қалай қарайсың? Біз сені бір ақмақтау эксперт деп ойлап қалатын сияқтымыз. Қайсарға жеңіс тілеймін. Сол және турнир кестесінде де интрига пайда болады сол уақытта. Мүмкін. Ал былай қарағанда бұл жақтағы енді қарайтын болсақ, Каспий мен Ақтөбе арасындағы ойын өте әдемі. Және бұл жерде Астана мен Шахтер командасының арасындағы ойында айта кеткенім жөн. Жалпы барлық ойындар жақсы. Ордабасы жалпы жаман ойын жоқ қой QG лигада. Жоқ, енді бір анда-санда Қайсар, Астана ойынын қарап қалсан деп қалжыңдаймын. Әрине, әрбір ойында керемет, өйткені әрбір команда ұпай керек. Әрбір команда ұпай алса, өзінің турнирлік кестедегі орнын күшейтіп алу мүмкін, басқа да қарсыластарына жетіп алу мүмкін. Ернұр, сен ойынша бұл жерде қай ойында өте қызықты қай ойынды жүргізесің? Фактор болуы мүмкін? Менің ойымша енді Тараз Жасқыран ойынын қатты мен енді күтіп отырмын өз басым. Өйткені Жасқыранның әр ойыны мен үшін қызық. Өйткені деңгейі түсіп бара жатқан команда енді әр ойынға бір жақсы мотивациямен шығады ғой. Сол мотивацияны сақтай ала ма, бапкердің тапсырмасын орындай алар ма екен деп мен ылғи да қарап отырмын Жасқыран командасына. Енді менің ойымша Тараз өз алаңында бұл кездесуде өте жақсы ойнайды.
жанкүйердің алдында өткен Ақтөбені де жеңді 4-3 есебімен. Енді сол секілді бұл ойында да жас қыранға қарсы бір жеңіс алатын шығар деп ойлап отырмын өз басым. Астана Шахтер, енді қандай футбол күтесің жігіттерден? Өз алаңында ойнайсыңдар? Енді жігіттер дайындалып жүр, бір апта болды дайындалып жүргенде. Енді қиын ойын болады деп ойлаймын, себебі Шахтер 2-ші орында тұр қазір турнирлік кестеде. Бірақ бәрібір жігіттерге сенемін, әр тур сайын жігіттерге сенемін, бір өте қызық ойын болады деп ойлаймын. Енді жеңіске жетуге тырысамыз. Былтыр қалай ойнадыңдар осы Астанада Шахтерге қарсы? Есіңде жоқ па? Жоқ, есімде жоқ. Шахтер жеңіске жетті ғой деймін, 2-1 есебімен қателеспесем. Қазір Шахтердің енді қарқыны өте керемет. Иә. Сондықтан Астана футболшыларына өте қиын болады. Біз дайынбыз енді. Иә. Көреміз. Әрине 6 ойын күтудеміз. Өйткені қазір All-Starға дейін бұл соңғы тур. Одан кейін мен түсінгенім бойынша All-Starға Кішігірім үзіліс. үзіліс болады және қайтадан біз сіздер Турға кіреміз. бір аптадан кейін кездесеміз. Шахтер мен Астана ойынын қарайтын болсақ, мысалға бұл жерде бір зеркальный ойын ғой. 2018 U18 жас санатын қарайтын болсақ, бұл жерде Шахтер 2-ші орында келе жатыр. Әдемі, мықты ойын өнер көрсетуде. Ал егер U17 жас санатына келетін болсақ, Астана командасы бұл жерде фаворит деп айтуға болады. Екі жас санатында бір фавориттен бар сонда. Ал енді ойын көрсет не болатын? Бастысы ойын көрсетеді және QG Лига ойындарын Инспорт телеарнасына жіберіп алмаңыздар. Әдеттегідей аптасына 2 рет біздің студиялық бағдарлама тікелей эфирде QG Live-та шығып отырады және оның жүргізушісі мен Эльдар Аманбаев. Сіздерге құрметті эксперттер, қонақтар рахмет. Ернұр, Бекежан, Ерден, барлықтарыңызға сәттілік өз жұмыстарыңызда. Осы құраммен бұйырса Алматыдағы шоу матчта QG Лиганың командасын, жеңісін бірге көрейік. Алға QG Лига, алға Инспорт, құрметті көрермендер, сау болыңыздар.